Bismillahirrahmanirrahim. يظهر السر يظهر السر sırrın açılığı. Walakin Yaqub kana basharan. Biroq Yaqub alayhissalam adam bolatın. Fi sadrihi qalbun basharin la qit'atu hajar. Onun kövdesinde tas emas adamның жүрегі бар еді. فذكر يوسف وتجدد حزنه وقال. Ол Жүсіпті еске алды, қайғысы жаңарды да, я әсәфә ала Юсуф, әттең Жүсіп-ай деді. Вала амаху абнауху вақалу. Оны ұлдары айыптады, және иннака ла тазалу тазкуру Юсуф хатта тахлик. Сен өзіңді тауысқанша Жүсіпті еске алудан тыйылмайсың деді. Қала Яқуб айтты. Иннама ашку басси ва хузни илаллах. Мен қайғым мен қасіретімді тек қана Аллаға шағамын деді. Аллаға ғана шағамын. Қасіретім мен қайғым мен тек қана Аллаға ғана шағамын. وأعلم من الله ما لا تعلمون. және Алла тарапынан сендер білмейтін нәрсені білемін. وكان يعقوب يعلم أن يأس كفر. Жақып күдер үзудің күпірлік екенін білетін. وكان ليعقوب رجاء كبير في الله. Жақыптың Аллаға деген үміті зор болатын. وأرسل يعقوب أبناءه إلى مصر. Жақыптың ұлдары Мысырға. Жақып ұлдарын Мысырға жіберді. ومنعهم يعقوب من أن يقنطوا من رحمة الله. Жақып олардың Алланың рахымынан күдер үзуге тыйым салды. وذهب إخوته إلى مصر مرة ثالثة. Ағайындылар, яғни бауырлары Мысырға үшінші рет кетті. ودخل على يوسف وشكوا إليه فقرهم ومصيبتهم. Олар Жүсіптің алдына кіріп, оған кедейліктері мен бастарынан түскен тауқыметті айтып шағынды. وسألوه الفضل. және одан кеңшілік көмек сұрады. وهنا حاج الحزن وحب في يوسف ولم يملك نفسه. Осы жерде Юсуптың бойында мұң мен сағыныш толып, ол өзін ұстай алмай қалды. أبناء أبي وأبناء الأبناء يشكون فقرهم ومصيبتهم إلى ملك من الملوك. Әкемнің ұлдары, әрі пайғамбарлардың ұрпақтары, өзі кедейліктермен бастарынан түскен тауқыметті патшалардың біріне шағымданып тұрау деп ойлады. إلى متى أخفي الأمر عنهم وإلى متى أرى حالهم. Бұл істі олардың қашанға дейін жасырамын, және олардың бұл кейін қашанға дейін көріп тұра аламын. وإلى متى لا أرى أبي. Әкемді қашанға дейін көрмеймін. لا يملك يوسف نفسه وقال لهم. Жүсіп өзін ұстай алмай оларға айтты. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Сендер надан болған кездеріңде Жүсіпке және оның бауырына не істегендеріңді білесіңдер ме?
وكان الإخوة يعلمون أن هذا السر لا يعلمه إلا يوسف ونحن. Балалары, бұл құпияны тек Жүсіп пен біз ғана білеміз ғой деп ойлайтын. فعلموا أنه يوسف. Сонда олар оны Жүсіп екенін түсінді. Субханаллах. هل يوسف حي أم مات في البر. Алла пәк. Жүсіп тірі ме? Ол құдықта өлмеп пе еді? يا سلام. هل يوسف هو عزيز مصر. О ғажап. Сонда Жүсіп Мысырдың уәзірі болғаны ма? هو الذي على خزائن الأرض. Жер қазынарына иелік етіп отырған осы ма? هو الذي كان يأمر لنا بالطعام. Бізге азық-түлік беруге бұйрық беріп жүрген осы ма? وما بقي عند شك أن الذي يكلمهم هو يوسف ابن يعقوب. Олардан да сөйлесіп тұрған адам Жақыптың ұлы Жүсіп екеніне ешқандай күмән қалмады. وقال أئنك لأنت يوسف. Олар шын мәнінде сен Жүсіпсің бе деді. Юсуфсың ба деді. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. Ол мен Жүсіппін, ал мынау бауырым, расында Алла бізге жақсылық нығмет етті деді. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Кімде-кім тақуалық етсе, Алладан қорқса, және сабыр сақтаса, шын мәнінде Алла жақсылық істеушілердің сауабын еш кетірмейді. قالوا تالله لقد أسرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Олар Алламен ант етеміз, расында Алла сені бізден үстем етті, ал біз шын мәнінде қателесушілерден болдық деді. قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Ол Жүсіп, бүгін сендерге айып тағылмайды, сендерді жазғырмаймын. Алла сендерді кешірсін, ол мейірімділердің мейірімдісі деді.